Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге BXKZ. Бүгін біздер пак опоник ойнайтынбыз. FIFA 2018-ден FIFA 2018 ультимативден пак опоник ойнайтынбыз. Ал ендеше кеттік, бастаймыз. Бірінші пак кетті. Бірінші пактан жетеді. Менде бар игрок бұл 78 керемет деп ойнай айтам. Қаяқтың кереметі. Ал бізде екінші пак новый игрок және 82 өте керемет. Және үшінші пак кетті. Үшінші пактан 77 шықты, ол керек емес. Төртінші пактан да ештеңе шыққан жоқ. Айтпақшыдай, мен сіздерге бір пак көрсететін боламын. Так, кішкене қойған. Бесінші пак. Бір пак айтсам, ол мынандай бір мына жерде 4 бір сан көріп тұрған шығарсыздар. Сол типа бір кристалл осындай бір не. Соған біз мынандай мықты пакты ашамыз. Мынау бір мықты көк пакты ашатын боламыз. Ал әзірше мыналарды аша тұрайық. Так, новенький және 79 бұл неміс игрок. Сіздерге бір вокаут көрсетемін деген ойдамын. Ендеше бастайық, салайық. Давай бір мықты бір игроктерді түссе бұл жерден. Так, 80 нормально. 2.80-ден асатын бізде адам шықты. Және керемет. Және кім? Реал? Иско. Иско. Мына сіздер айтқан Иско, мына. Иско, достар, өте керемет Иско шықты. Реал Мадридтардың жұлдыздарының бірі. Мен бірақ Реал Мадридке жақ емеспін. Мен өзімнің мой клубқа көрсететін боламын қазір. Менің командам мына. Мен кімді алған жоқпын. Реал Мадридті алған жоқпын. Мен Барселонаны таңдадым, және де атымыз BXKZ деп қойдым. Неге BX деп қоймадым десеңіздер, өйткені BXKZ деп жазу керек. 4 ақ әріп болмайды екен, бір 5-6 әріп керек екен, сондықтан осындай әріптерді қойып қойдым. Ал бізде Иско шықты, өте керемет, ойлап қараңыздар, Иско. Мен бірақ Реалдың фанаты емеспін, бірақ Реалда ұнайтын игроктар бар. Гарат Бейл, және осы Иско, және Модрич солар ұнайды. Криштиану Роналду да ұнайды, өйткені ол шын өмірде айтып кетейін, Криштиану Роналду Мессидің жағдайын. Месси, Криштиану Роналду бір-біріне қас емес. Сіздерге айтып кетейін, олар шын өмірде дос. Және Криштиану Роналдуның баласы, енді кешірім сұраймын, олардың тарихтарын айтатқанға. Соның Криштиану Роналдуның баласы Мессидің фанаты екен, ойлап қараңыздар. Мессидің жауының баласы дей берейін енді. Типа соның енді несі. Мен өзім Мессидің фанатымын. Сондықтан олай Реал Мадридтің фанат болса кешірім сұрайым. Реал Мадридтің Роналдуның фанаттары кешірім сұрайым, бірақ мен Роналдуны да жақсы көремін, Мессиді жақсы көремін. Бірақ Мессиді мен қаттырақ жақсы көремін, өйткені Месси одан алтын доптары көп. 5-те 4 қой. Мессиде 5, анада 4. Бутчидан да солай болу керек. Месси жақында ғана Бутчи алған батын. Бутчи алады енді. Бірінші орында тұр. Алдыңғы неде Ла Лигада да сол алған батын. Көп сөзбай, біз ең мықты пагымызды ашамыз, кеттік. Ең мықты пагым, ол сіздерге қазір көрсететін боламын. Қазір бірінші пак, 3 пак ашамыз. 3 пак ашып аяқ. Бірінші пагымыз, ал енді екінші пагымыз.
3 пактан кейін жаңағы ең мықты пагымызды ашамыз. Екінші пак 78 өте нашар. Соңғы пак Аргентинас 78. Кеттік, ал ең мықты пагымды ашайық. Бір пак ашып кетейік хотя бы. Ё-мо. Сіздер көрсететін боламын пагымызды. Ол мынада пак естіп тұр. Мынарада тұр, бізде супер пак, көк пак тұр ғой. Ал 1, 2, 3 кеттік. Давай бірнеге шықса екен маған. Да, валкаут. Және де валкаут. Ё-май, валкаут, ойлап қараңыздар, валкаут. Француз екен. Кім? Иллорис, қақпашы, Дану, ё-май, Иллорис, шынандай тұр қарай өгіріп кетіпсі. Иллорис дейсің ғой, ё-май, Иллорис. Қазір көрсетеміздер, біздің алғашқы валкаутымыз ол Иллорис 88-дер валкаут болады, ал 87-86-тар осындай қысқаша ғана валкаут болады. Менде 3.86 тұр, 1.85, 4.84, ал 83-дерден 6, 7, 82-лерден 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 81 екен. Ал 80 санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ең көп что-то 75-тер сондай. Ё-мой, базарын нет. Иллорис. Мынандайдан қысқаша ғана пактарды ашып кетейік. Ё-мой, тағы да осындай 4 не жинап, сіздерге тағы да видео түсіремін. Келесі видео 32 подписчик бар менде. Сол 32 подписчик. Енді аман болыңдар, 32 подписчиктің бәрі. Аман болыңдар. Лайк басыңыздар болмаса. Керемет. Бұл келесі видео 38, менде 38 подписчик қой. 35 подписчик болғанда жалғасады. Или осы видео 5 лайк, или подписчиктер 35 болғанда. Кешірім сұрайым, артта басқа нелер болатса, шу дауыстар болатса, теледидардың дауысы. Бір 5 пак ашайық қояйық. 5 пак ашайық. Және тағы да кім? Челси. Фабрикас, ё-моё, Фабрикас. Ё-моё, бүгін менің күнім сияқты отчыта да? Бүгін менің күнім ой дейме? Ё-моё, ойлап қараңыздар, Фабрикас шығып, анау-мынау шығып жатыр. Мынау енді 3-ші пак болу керек. 3 пак, Кевин Трап 80 көтегірек. Ой, бүгін менің күнім кәдімдей. Қолым шықтырған күнім кәдімдей ғой. Нән қара. Ё-моё. Украин. 80 евро. Украин. 2.81 еще. Ал достар, осы мен видео осы достар. Ұнаса лайк басыңыздар. Арнаға тіркеліп, обязательно лайк басып кетіңіздер. Өйткені мен алда уақыттарда тағы видео шығаратын боламын. Сол себептен каналға тіркеліп кетіңіздер. Лайк басыңыздар. Әрине, ұнаса да, ұнамаса да басыңыздар. Және комментарий жазыңыздар, қандай шығаратынымды. Бірақ сіздерге қазір мен көрсетіп кетейін, менде қандай ойындар бар екенін, соны айтатын боламын. Қазір 2-3 пак ашайық.
Осы мен сіздерге менде бар ойындарды айтып кететін боламын. Ал менде бар ойындарды сіздерге көрсететін боламын. Ал ендеше кеттік. Міне менде Clash Royale бар, және де Counter-Strike және Minecraft. Сіздерге айтып кетейін, Minecraft мен ойына Let's Play түсірдім, бірақ қосылмады, не екенін білмеймін. Және де осындай бұның алдында кеше ғана машина соғысу ойын ойнаған болмыз. Clash of Clans және бүгін Pack of ойнайық. Осымен осы видео осы, және біздің Инстаграмға, контактым, енді менде группа жоқ, бірақ тіркеліп кетіңдер. Давай енді.